Құрметті момын мұсылмандар, мынау қасиетті Рабил әуел айында тұрмыз. Бұл ай пайғамбар алейхиссаламның өмірге келген мәуліт айы. Енді біздің санамызда көбінесе туылған күн десе, бая кеңес дәуіріндегі туылған күн қалып кеткен ғой. Қалай сонда пайғамбарында туылған күн бола ма не дейтіндер әлі сұрап жатыр. Бауырлар, туылған күн деген жалпы бұл бидағат нәрсе емес. Ақиқатында біз өмірге келген күн ол. Бірақ оны әрмен қарай адамдар қалай пайдаланды оны? Кім қалай оны өткізді? Әңгіме сол жерде. Пайғамбар алейхиссаламның өмірге келген айы, осы мәуліт айы бауырлар мүбәрәк болсын. Мына пайғамбар алейхиссалам қазір 2021 жылда тұрмыз ғой. Осының басында 571 деген жерінде, және мына қазір біздің күн тәртібіндегі ай бойынша есептесек 20 сәуірде дүйсенбі күні пайғамбар алейхиссалам өмірге келген еді. Ғалымдар айтады, пайғамбар алейхиссалам өмірге келуімен адамзат өмірге келді деп есептейміз деген. Адамзат. Пайғамбар өмірге келмей тұрып, құрметті момындар, адамдар бір-бірінің хаққысын білмейтін еді. Пайғамбар өмірге келуімен әке өзінің әкелік статусына ие болды, аяулы аналар ана деп құрмет қылуға ие болды. Жарларымыз, балаларымыз, көршілеріміз, ағайын туысымыз, бүткіл қоршаған қоғам әркім өзінің құқығына ие болды дейді. Бұл пайғамбардың өмірге келуімен басталды. Оған дейін адамдар қараңғылық адасуының шегінде еді. Енді кейде айтады, неге сендер осы айда ғана көп айтасыңдар? Жоқ, бауырлар, бұл Рамазан айы сияқты деген ғалымдар. Рамазан айында біздер бір ай бойы барынша оразаның құндылығы, ораза ұстау парыз, ұстасаң осындай сауап аласың деп көп айтылады. Бірақ Рамазан айының құрметімен басқа айларда да сауап істеп жүруіміз үшін көбірек айтылады. Дәл сол секілді бұл пайғамбар алейхиссаламның Рабил әуел айында мәуліт жайында көп айтылсын, бауырлар, айтып жүріңіздер. Және басқа айларда да салауат айтып жүруіміз үшін. Дәл осы айда ғана айтып, басқа айда айтпаңдар деген жер жоқ. Бәлкім Алла Тағала Құран кәрімде айтады, расында инналлаха ва малаикатаху юсаллуна ален наби. Расында Алла оның періштелері пайғамбарға салауат етеді. Я аyyuhalladзина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Садақаллаху лазим. Иман келтірген момындар, сендер де сол пайғамбарға салауат айтыңдар деді. Өйткені пайғамбар алейхиссалам, құрметті момындар, салауат айтуға лайықты адам еді. Дұрыс, әкеден, анадан шыққан адамның баласы еді, ет пен сүйектен жаратылған. Бірақ пайғамбар алейхиссаламның жаратылысы біз ойлағандай адам емес ол кісі. Алла Тағала Құран кәрімде айтады соны. Сендердің әкелерің сияқты, достарың сияқты емес ол дейді. Бір-біріңе мәміле қылған секілді пайғамбармен ондай мәміле жасамаңдар деді. Өйткені Алла субхана ва тағала адамзаттың ішінде сол Мұхаммед алейхиссаламды пайғамбарым таңдаған еді. Әкесі Абдулла, анасы Амина. Сол әкесі, Ибн Хишам деген ғалымның кітабында келеді. Әкесі Абдулла сол бойдақ жігіт болып үйленемін деп жүрген жасында сол Мекке қаласының айналасындағы бүткіл қыздар ғашық еді сол балаға дейді. Қыздардың бәрі ғашық болды Абдуллаға. Сөйтіп Абдулланың әкесі Абдумуталиб атамыз Амина анамыздың әкесіне айттырып, құда түсіп, сол Амина анамызды алған. Кейін екеуі некелесіп, Абдулла әкесі пайғамбар алейхиссаламның Мекке көшелерінде жүрген кезде алдыңғы соңынан, қыр соңынан қалмай тиісіп жүрген қыздарды көрсе де айтады екен. Сендерге не болған? Неға менен бұрылып кетіп жатсыңдар? Алдыңғыдай маған жақындамайсыңдар ма десе, жоқ деп айтады дейді. Не үшін десе, біз сенің маңдайыңды бір нұр көретінбіз. Сол нұрға ғашық едік бәріміз деген. Бірақ қазір ол нұрды көріп тұрған жоқпыз сенің маңдайыңнан. Сол үшін сен бізге қызық болмай қалдың деп айтты дейді.
Иман Хишам айтады кітабында осыны. Ол нұр қайда кетті? Ол Амина анамыз өтіп кетті дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, мен өмірге келген кезде анашым айтты дейді, менен бір нұр шықты, нұр Шамға қарай жайылып кетті деген. Бұл Пайғамбар алейхиссаламның нұры еді дейді. Яғни ғұламалар айтады, құрметті ағайын туыс, біз пайғамбарды дәріптемейінше ол нұрға жете алмаймыз. Яғни Расул саллаллаху дәріптеу арқылы біз мәртебеміз жоғары болады екен. Біздің отбасымызда Расулла қаншалықты көп айтылады, қаншалықты пайғамбарға салауат көп айтылады, ол отбасы өнегелі, өскен, өнген, ғибратты отбасыға айналады екен. Бір ұжым бар. Ұжымда қаншалықты пайғамбар дәріптеледі сол ұжымда, жұмыс орнында. Қаншалықты сол пайғамбарды өздеріне ғибрат қылып, сол ұжым пайғамбарды өздеріне ғибрат қылып алса, ол ұжым сөзсіз өркендеп өседі екен. Yani kez kelген жерде, kez kelген мәселеде ғұламалар айтады, пайғамбар алейхиссаламға салауат айту арқылы, Расулланы еске алу арқылы, мына жалған өмірдің мынау қыр сырынан өтіп кету жеңіл болады біздерге дейді. Пайғамбар алейхиссаламда салауат айту арқылы. Оны ғұлама айтады, дұға айтамыз ғой дейді. Дұға айтамыз ғой Аллаға. Бірақ дұғадан көбірек салауат айтылсын дейді. Оған дәлел Пайғамбар алейхиссалам бір сахабасын көріп, пәленше Алла Құранда айтты ғой, ай момындар, сендер де салауат айтыңдар деп айтты. Сен маған қанша мәрте салауат айтып жатсың деп сұрады Пайғамбар алейхиссалам. Я Расулалла, мен дұғамды үшке бөлемін деді. Бір бөлігі сізге салауат, екі бөлігі біреу өзіме, біреу тағы туыстарыма деген сияқты сөз айтқан да. Пайғамбар алейхиссалам бәрекелді қабыл болсын, бірақ қоссаң өзіңе қайыр болады деді. Кейін жаңа сахаба, я Расулалла, онда 50-ге 50 қылам деді. 50% уақыт сізге салауат, 50% дұға қылам деді. Пайғамбар алейхиссалам дұрыс қабыл болсын, қоссаң өзіңе қайыр деді. Я Расулалла деді, онда 3 бөліктің 2 бөлігі сізге салауат, 1 бөлігі өзіме қалсын деді. Қабыл болсын, қоссаң қайыр деді. Жаңа сахаба, я Расулалла деді, мен 100% уақытымды сізге салауат айтамын деді дұғамда. Пайғамбар алейхиссалам қабыл болсын, дұрыс болды деді. Міне ғұламалар осы хадистерді шығарады. Біз салауат айтқан кезде, әлі сұрамай жатқан дұғаларымыз қабыл бола береді дейді ғалымдар. Әлі идея жоқ миыңда. Әлі ойлаған жоқсың, ондай план жоқ әлі. Бірақ Расулаллаға салауат айтып келе жатсыз. Әлі сұрамай жатқан дұғаларың қабыл бола береді дейді, субханалла. Не үшін оның бәрі? Алланың Құранын амал істегенің үшін, пайғамбарға салауат айтқаның үшін дейді.